Ассалаумағалейкум құрметті достар, қазір ғана тыңдаған бұл балбырауын күйі болатын. Осы күйді үйренуді бастаймыз. Жалпы бұл күйді біз 3 бөлікке бөліп қарастырамыз. Және бүгінгі сабағымызда оның бірінші бөлігін үйренетін боламыз. Кеттік. Бұл күйімізде бізде көп кездесетін қағыстың түрі ол төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Осы қағыста ойналатын күй. Ендеше бірінші қатарынан бастайық. Бұл әр қатарды біз 3 такттен бөлік. Такт дегеніміз, соны айтып өтейін. Такт дегеніміз ол әр жаңағыдай күйдің ішінде өзінің бөлінген, яғни бір күйді бір үлкен мәтін деп алатын болсақ, такт дегеніміз ол сөйлемдер. Ал оның ішіндегі ноталар 0,5, 0,5 деген. Олар яғни сөздер деген сөз. Сөздерден сөйлем құралады, сөйлемнен үлкен мәтін құралады. Сол сияқты біздің күйіміз осындай такттерден тұрады. Ол бізде такт сызық арқылы бөлінеді. Такт сызық дегеніміз мына сызық. Мына сызықты біз такт сызық деп айтамыз. Яғни бір такт мен келесі такттың арасын бөліп тұратын бізде такт сызығы екен. Ендеше біз әр қатарды 3 такттен қостық. Сол үшін солай қабылдаңыздар. Яғни бір такт бір қатар болып бөлінбейді. Әр қатар 3 такттен тұратын естеріңізге салып өтемін. Кейбір қатарларға қысқа такттерден 4 такт кетуі де мүмкін. Сондықтан ол тактты бұл жерде айтқым келетіні, такт яғни қатар тактпен өлшенбейді. Біз сіздерге ыңғайлы болу үшін бірден кейін, яғни 2, 2-ден кейін 3, солай сіздер шатаспас үшін, жазып алып ыңғайлы болу үшін солай істедік. Ендеше кеттік. Ең бірінші қатарымыз бізде ол 5. Яғни үстіңгі шекте 5, көріп тұрғандарыңызда, және астыңғы шек ол 0 бізде. Және жаңа мен айтқан қағысымыз ойналады, 5 қағыс. Төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Келесі, осы қағысты, осы 5-те тұрып 3 рет ойнайды екенбіз. 2, 3. Жалпы бізде 15 қағыс болады, ал такт бойынша 3 такт, яғни 5-5 қағыстан ойналады екен. Яғни бұл көп кездесетін қағысымыз, бұл бір тактте кездесетін қағыстар екен. Ендеше келесі кеттік. Ендеше келесі бізде екінші қатары ол 4-те 5 астында, яғни 4-ті ұстаймыз. Бірінші созақпен үстінде бас бармақ 5-те тұра береді. Және осы жерде алғашқы 4 қағыс ол 4-те 5-те ойналады, және соңғы 5-ші қағыс жоғары, ол 5-те 5-ке ауысады. Яғни мұқият қараймыз. 4, 4, 4, 4 және соңғы 5. Қайталаймыз. 4, 4, 4, 5 және 7-те 5-ке ауысамыз. Астында 7, үстінде 5. Осы жерде 5 қағысымызда, яғни 10 рет ойнаймыз. 2 рет яғни. Енді келесі бізде үшінші қатарымыз. Осы 7-те 5-те тұрамыз. Тағы да ойнаймыз, бірақ соңғы 5-ші қағысымызды үстін ашамыз. Жоғары, яғни жоғары үстіңгі шекті, жоғары қағыста ашады екенбіз 0-ге. Кеттік. Үстін жібердік. Енді келесі бізде 4-те 7 дегеніміз бас бармақпен алмаймыз, оны бірінші саусақпен алатын боламыз. Ал астында 7 ол тұра береді міне. Үстінде 4. Осы жерде 4 қағыс және 5-ші тағы да ашық. Міне ашық. Және келесі бізде 5. Бұл жерде дәл солай соң қағысын ашық қыламыз. Міне. Енді қосайық осыны. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді келесі бізде ол қайтадан 4 пен 5-ті қайталаймыз. Яғни 4-те 5 қағыс соңғысы ашық. Және 5 ашық. Енді 4-ке қайтадан келеміз. Және соңғы ашық қағысты ашық қылмаймыз. Бұл жерде 5-ке келеміз. Ол бұлай. Келесі 5-ші қатарымыз ол бізде 7-де 7. Яғни біз астында 4-ші саусақпен үстіңгі 7-ні 3-ші саусағымыздан аламыз. Және осы жерде 5 қағыс, 5-ші ашық. Қайтадан 4-ке барамыз. Және ашық. Соңғысы 5 қайтадан. Және ашық. Қосамыз. Енді келесі бізде 5-те 7-ге қайтадан үстіңгі шекті бас бармақпен аламыз. Осы жерде 4 қағыс алмай кезек. Төмен, жоғары, төмен, жоғары. Келесі бізде
осы жерде 7-5-те тұрамыз, және осы жерде төмен тартамыз, және 4-5-ке ауысамыз. 4-5-ке ауысамыз, және бұл жерде де төмен қағыс, және келесі бізде 5-5-те қағыс жоқ. Бұның бірақ астында бізде белгі тұр, ол бізде белгінің аты лига деп аталады. Лига деген не екеніміз толығырақ білгілеріңіз келсе, кеңес күйінде біз оны түсіндіргенбіз, соны қарасаңыздар болады. Бірақ бұл жерде де көрсетіп өтейін. 5-тегі лига дегеніміз, яғни ода қағыс болмайды, оны тек сол қолдың көмегімен іліп алу. Яғни сол қолдың көмегімен іліп алу. Міне, осы жерде біздің жағдайымыз ол 7 және 4-5-ке лига жасаймыз. Қағыс қаққан жоқпыз, бірақ ауыстық. Дауыс шығу керек, е? 7-4 және қайтадан 7-7 төмен жоғары. Келесі бізде ашық 0-0 төмен жоғары. Және 7-7 төмен бас бармақ және екінші саусақпен төмен жоғары. Бұл бізде 6-шы қатар болатын. Келесі бізде 7-ші қатар. Қайтадан 7-5-ке келеміз. Және 7-4 лига 7-7. Және қайтадан бізде ашық 2 рет. Және 9-да 7. Яғни үстіңгі шекте 7, астыңғы шегімізде 9. Осы жерде төмен жоғары 2 рет. 0-0, 9-9. Және қайтадан 7-4 лига 7-7. Бұл бізде 7-ші қатар болады. Енді келесі бізде 8-ші қатар. Қайтадан ашық 0-0. Және 7-7. Бас бармақ және екінші саусақпен төмен жоғары. Келесі бізде лига болмайды. Енді бізде алма кезде қағыстармен 7-7-5 және 5-5 екінші саусақпен жоғары. 4-5 төмен. 5-5 қайтадан жоғары. Және 7-5 төмен жоғары. Яғни 7-5-4-5-7-7 барамыз және қайтадан артқары қайтамыз. Келесі бізде 0-0 ашық және 12-де 10. Яғни астында 12 4-ші саусақ, үстінде бас бармақпен төмен жоғары қарамыз. Осы қатарды қосайық. 8-ші қатар. Келесі бізде 9-ші қатарымыз. 10-да 9-ға келеміз. Яғни астында 10 3-ші саусақпен, үстінде 9 бас бармақпен алынады. Бұл жерде төмен және 9-да 9 екінші саусақ бас бармақ жоғары және 7-де 9 бірінші саусақ және бас бармақ. Бұл төмен және қайтадан 9-да 9 жоғары және 10-да 9 бастапқы қалыпқа келеміз. Және осы жерде төмен жоғары 2 қағыс. Яғни барамыз және келеміз. Және үстіге қарай шығамыз. Келесі бізде 9-да 7. Бұл жерде тура мына жердегі сияқты дәл солай қайталаймыз. 9, 7, 5, 7, 9, 9. Яғни үсті тұра береді. Келесі 7-5. Дәл осы жерде де 7, 5, 4, 5, 7, 7. Қайталаймыз. Қосайық енді. Яғни бір тактыны қағыстармен бәрін қайталамыз. Тек қана пернелері өзгеріп отырады екен. Келесі бізде 2 астыңғы шекте төмен жоғары 2 рет және 4-5 төмен жоғары. Және мына жерде келесі тактте бізде тағы да лига бар. Осы жерде де осы лиганы қайталаймыз. Бұл жерде бірақ бізде үстіңгі шекте тек қана төмен және 0-ден 0-ге лига жасаймыз. 2, 2, 4, 4, 5 лига. Және тағы да 5 және астыңғы шек 5 жоғары. Келесі 4-5 төмен және 2 үстіңгі шек асық жоғары және қайтадан 4-5 2 рет төмен жоғары. Бұл бізде 10-ші қатар. Осыны жақсылап қайталайық. 2, 2, 4, 4, 5 лига, 5, 5, 4, 2, 4, 4. Келесі 11-ші қатар. Қайтадан лигамен басталады екен. 5 лига, 5, 5, 4, 2, 4, 4, 5 лига, 5. Бұл келесі 7. Яғни алдыңғыларын бәрі қайталау болады. Және 3-ші такт қана бізде 7-ге ауысады екен жоғары. Келесі 12-ші қатар бізде ол қайтадан 7-5-те тұрған төмен және 2-де 0 үсті ашық, асты 2 жоғары және 4-5 төмен жоғары. Жоғары және 5 лига. 5, 4, 2, 4, 4. Келесі бізде үстіңгі шектің 7, астыңғы шекте 0. 2 рет төмен жоғары қағыс. Және 10. Астыңғы шекте 4-ші саусақпен 10-ға барамыз, үстінде 7 тұра береді. Төмен жоғары 2 рет. Және алдыңғы жолға қайталағанымыз сияқты қайталаймыз. 9, 7, 5, 7,
және 7, 5, 4, 5, 7, 7. Келесі бізде 2-де 0, төмен жоғары 2 қарыс. Төмен жоғары, келесі 4-те 5, төмен жоғары. Және келесі бізде 4-те 4, ол бас бармақ және екінші саусақтың көмегімен. Төмен жоғары, және де үстіңгі шекке 2 ауысады бас бармақпен, астыңғы шекте 4 саусақпен. Осы жерде 2 рет төмен, және 2-де 2 жоғары. Және ашық бізде 2 рет төмен жоғары, және 5 үстіңгі шектегі төмен жоғары, және біздің қағысымыз яғни. Осымен бізде 14 қатары, яғни балбұран күйінің бірінші бөлімі бітеді. Осы бөлімді жақсылап қайталаймыз. Сонымен біздің бірінші бөліміміз аяқталады.